Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel. Сәлем барлығыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі көретін сабақтарыңыз How to ask questions in English properly. Яғни, ағылшын тілінде қалай дұрыс сұрақ қою керек. Естеріңізде болса, өткен видеоларда өздеріңіз жайлы айтып, немесе басқасы жайлы айтып үйрендіңіздер. Ал енді бүгінгі көретіндеріңіз сол қалай басқа адамнан информация ала білу керек. Соны көреміз. Ал ендеше мұқият болыңыздар, кеттік. Ағылшын тілінде негізі сұрақ сөйлемнің екі түрі болады. Біріншісі closed, яғни жабық. Ол yes немесе no деген жауапқа қойылатын сұрақ. Екіншісі open, яғни ашық. Бұның жауабы әр қалай болуға болады. Ендеше оларды талқылап, қалай дұрыс сөйлем құрау білу керектігін көрейік. Біріншісі open question. Ашық сұрақ сөйлемді қалай құра білу керек екенін қазір көретін боламыз. Негізі ағылшын тілінде әрбір сөйлем өзінің структурасы болады, яғни өзінің реті болады. Сондықтан бұл open ашық сұрақ сөйлемінде ең маңызды 4 сөздер болады. Оларды рет-ретімен қойып, қажеттене білу керек. Олардың ең біріншіде келетіні, бұл сұрақ, ашық сұрақ үшін, ол question word, немесе question phrase. Екіншіде міндетті түрде келетіні auxiliary, яғни helping verb, екеуі бірдей, немесе modal auxiliary verb. Үшіншіде келетіні міндетті түрде subject. Төртіншісінде main verb. Бұл қандай да бір етістік, негізгі етістік. Ал question word немесе phrase дегеніміз не? Question words дегеніміз, олар WH бен басталатын сөздер. Сұрақтар. Олар what, не, who, кім, when, қашан, which, қайсы, қай, where, қайда, why, неге, how, қалай, whose, кімнің, кімдікі деген сұрақтар. Ал question phrases дегеніміз бұл екі сөзден құралған көбінде. Олар how much, қанша, how many, неше, how long, қанша уақыт, как долго деген мағынада, how often, как часто, қанша рет, how far, қаншалықты алыс, how old, жасы нешеде, немесе қанша уақыт болған деген мағынада, how come, бұл қалай болғаны. Келесі auxiliary or helping verb. Бұл екеуі бірдей, немесе modal auxiliary verb. Так, auxiliary verbs дегеніміз не? Олар be, do, be дегеніміз болу, do жасау, қимыл іс-әрекет, have иметь өзінде болу. Ал modal auxiliary verbs дегеніміз can, could, бұл істеп шыдау. Shall, should, бұны көбінесе британдықтар қажеттенеді. Бұл сыпайы түрінде болу керек еді дегенді білдіреді. May, might, бұл болу мүмкін. Will, бұл келешекте болу, would, болар еді. Үшіншісі subject. Subject дегеніміз I, мен, you, сен, we, біз, he, all, she, all, әйел адам, it, all, тоже зат, they, олар. Төртіншіде main verbs. Main verb дегеніміз негізгі етістік. Бұл сөйлемдегі ең негізгі етістік деп айтамыз. Бұл не болуға болады? Ол сіздің сөйлеміңізге, сіздің айтқалы тұрған сөзіңізге байланысты. Мысалы, play, sleep, live, dance, go, work, clean, etc. Жаңағыларды қалай рет-ретімен қойып, қалай сөйлем құра білу керектігін мысалдан көрейік. Мысалы, менде қазір what are you doing деген сөйлем бар. Ол сен не істеп жатырсың. Байқасаңыздар, what дегеніміз question word, міндетті түрде ең алдымен келіп тұр. Екіншіде are, helping verb, be дегеннен шыққан. Үшіншіде you деген subject тұр бұл жерде.
Төртінші кезеңде do, doing, main verb, негізгі етістік. Мысалы, сен не істеп жатырсың? Тағы бір мысал көрейік. Ол how often do they go swimming? Олар қанша рет жүзуге барады? How often дегеніміз question phrase, екі сөзден құралып отыр. Одан кейін міндетті түрде helping verb келген, do деген. Үшіншіде міндетті түрде subject, ал төртіншіде main verb, ол go swimming, суға жүзуге бару. Тағы бір мысал. Where should we meet? Біз қай жерде кездесек болар еді, я? Бұда where дегеніміз question word, ең алғашында келіп тұрғаны. Одан кейін should деген modal verb, үшіншіде subject, we, төртіншіде main verb, meet. It's a nice piano. How many guitars do you own? I lost track of that in probably 2007. What's the first thing you do when you get an idea for a song? I record a voice memo of myself singing it, or I write it down in my notes. What's your songwriting process? Lots of preparation. I write a lot of my ideas down before I get into the actual session. What would you order at a drive-thru? Cheeseburger, fries, chocolate shake. What was the best birthday cake you've ever had? It was from Milk Bar. It was for my 25th birthday, and it was so good that even Jay-Z raved about. What does creativity mean to you? Creativity is getting inspiration and having that lightning bolt idea moment. Okay, what can you say in another language? I can count to 10 in German. Do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go Taylor. Thank you. Келесі сұрақтың түрін көрейік. Ол closed, яғни жабық сұрақ. Бұл, яғни естеріңізге сала кетейін, yes немесе no деген жауаптарды күтеді. Бұлар міндетті түрде үш сатыдан тұрады. Ең біріншіде helping verb немесе modal auxiliary verb. Екінші түрде міндетті түрде subject, үшіншіде main verb. Яғни байқасаңыздар, бұда ең алғашында ашық сұрақтан өзгешелігі ең біріншісі auxiliary'ден, яғни helping verb'ден басталған. Мысалдарын көрейік. Are you coming? Are деген helping verb'ден басталған. Екіншісінде міндетті түрде subject келеді, you. Үшіншісінде main verb, come, яғни келу. Екінші мысал. Could I have this? Мен бұны алуға бола ма? Could деген modal verb'тен басталған ең біріншіде. Екіншісінде әрине міндетті түрде subject, I. Үшінші кезеңде have main verb, яғни алуға өзімде болдыруға бола ма деген сөз, я? Do you want to go outside and check out the other situation? Let's check out the other situation. So, have you ever Googled yourself? Yeah. Can you show me a really cool or bizarre talent? Okay, I'm well aware that this is not a talent, but this is like the only thing that I can do. I have double jointed elbows, so... No. Oh, man. Yeah, they're weird. Do you have any nicknames? Yeah, my brother calls me Teffy. Сіздерге негізі түсінікті болды деген үміттемін. Бірақ түсініксіз болса, немесе арғыры ұмытпай естеріңізде қалу үшін біраз exercises, яғни жаттығулар дайындадым. Олар екі open question, бір closed questionнен тұрады. Қазақшасы жазылды бұл жерде. Астында олардың негізі сөйлем қалай құралу керектігін кішкене көмек ретінде қалдырып қойдым. Бұлардың жауаптарын комментарияда қалдыра отырыңыздар. Мен міндетті түрде дұрыс жауаптарын сізге айтатын боламын. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге қызықты да және пайдалы болды деген үміттемін. Пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдырып бөлісе отырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Және де келесі видеоны жіберіп алмау үшін бұл каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше, take care, see you soon, bye-bye. To that I say, all right, all right, all right. To that I say, just keep living, huh? Thank you.